Қайырлы күн құрметті аналар, сәбиіңіздің бауы берік болсын. Біз бүгін әрбір нәрестеге қажет болатын топ 5 затпен танысатын боламыз. Ең біріншісі ол әрине пеленальный столик. Неге пеленальный столик маңызды? Жаңа босанған әйелдің сүйектері 3-6 айға дейін қатаймайды. Белі ауырып, бала салмақ қосқан сайын оны көтеріп жүруде қиынға соғады. Сонымен қатар, әйел дұрыс күтінбей, роддомнан келгенде ауыр көтеріп қойса, асқынуы көбейіп, омыртқаға жүк түседі. Ал оны болдырмас үшін және бала күтімі жеңіл болу үшін өзімізге комфортты жағдай жасаймыз. Босануға бармай тұрып, бөлмеңізге пеленальный столик дайындап қоюды ұсынамын. Баланың киімін, жөргегін ауыстырғанда, гигиеналық шараларды орындағанда, диван, кроватьта отырып иілудің қажеті жоқ. Өз бойыңызға сәйкес биіктікте тұрады. Және балаңызды көтергенде арқа, бел омыртқасына жүк түспей, тіке тұрып, тек қолмен баланы көтеріп аласыз. Ал екінші әрбір сәбиге керек болатын, бірақ елене бермейтін заттардың бірі ол көп реттік су өткізбейтін жаялық болып табылады. Роддомға сумка жинағанда міндетті түрде су өткізбейтін бір реттік пеленка аласыздар. Перзентханада оны пайдалану өте ыңғайлы екенін байқаған боларсыздар. Ал үйге келгенде одноразовая пеленканың орнына многоразовая, яғни көп рет пайдалануға арналған жаялықты кеңес беремін. Кровать, диванның үстінде бала жөргексіз жатса, немесе массаж барысында дәрет жіберіп қойса, асты құп-құрғақ күйінде қалады. Одан кейін жуып алып, кептіріп пайдалана бересіздер. Тек үйде емес, бір жаққа қыдырғанда, немесе клиникаға барғанда, астына төсеп киімін ауыстыру, жөргегін ауыстыру өте ыңғайлы. Сонымен қатар бюджет жағынан да тиімді. Давайте осы пеленканы су өткізеді ме, өткізбейді ме тексеріп көрейік. Міне біз бір стакан су құйдық. Бұл судың сіңгенін күте тұрайық. Қосымша үстінен тағы да су құйсақ болады. Бұндай пеленкалардың тек қана суды өткізбейтін емес, сонымен қатар сұйықтықты өзінің бойына жинап алатын да түрлері бар. Менде тек қана су өткізбейтін түрі. Егер сұйықтықты сіңіріп алатын түрін алсаңыздар, ол өте ыңғайлы. Сіздердің кроваттарыңыз да құрғақ, сонымен қатар бөпеңіздің асты да қатты су емес, құрғақ күйінде қалады. Міне біз пеленкамызды ашып қарайық. Көріп тұрғандарыңыздай құп-құрғақ бірде-бір сұйықтық өткен жоқ. Егер араларыңызда қолданып жүрген опытный мамашалар болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Өкінішке орай, кішкентай сәбиіміз ауырып қалатын кезде де болады. Сол кезде қол жетімді жерде тұру керек. Көп көмегі тиетін заттардың бірі ол бесконтактный термометр. Кішкентай сәбиіңіз ауырғанда, онсыз да өзіңіз уайымдап, стресске салынып тұрғанда, бала денсаулығына қатысты заттарды пайдалану жеңілдік тудырғанын қалаймыз әрине. Снаппен термометр біріншіден сынып қалған жағдайда өте қауіпті екені бәрімізге белгілі және уақытты талап етеді. Ал электронды термометр қауіпсіз, ыңғайлы, бірақ оның да минустары бар. Мысалы, бала мазасызданып жылап жатыр. Сіз температурасын өлшеу үшін қолтығына термометр қойдыңыз. Түсіп қалмау үшін қолын қысып ұстап тұрып, тағы күтесіз. Ал егер бесконтактный термометр болса, дененің кез келген аймағына бағыттап кнопкасын бассаңыз, бірден нәтижесін көрсетеді. Тағы бір плюсы, тек дене температурасын ғана емес, бала шомылдыратын судың да, ішетін сместің де температурасын өлшеуге болады. Ал баланы дұрыс шомылдыру жайлы видео менің каналымда бар. Кіріп, қарап көріңіз. Бір сөзбен айтқанда, бұл термометр қауіпсіз, ыңғайлы және тез. Бір рет сатып алсаңыз, жылдап қолдана бересіз. Сонымен қатар, онша көзге түсе бермейтін, бірақ күшті көмектесетін заттардың бірі ол мен жақсы көретін аспиратор. Мұрын қуысына жиналған сұйықтықты алуға арналған өте керекті зат. Себебі нәрестелер мұрындағы артық затты өз күшімен шығара алмайды. Ал егер мұрны бітелсе, ол емуге де кедергі келтіреді. Ауа жетпеген соң дұрыс еме алмай жылап кетеді. Ал ОРВИ симптомдары байқалып, мұрыннан шырыш бөлініп, бала ұйықтаған кезде, яғни горизонтально жатқанда, мұрын жұтқыншақ арқылы ол сұйықтық тамағына ағып, жөтел шақырады. Одан бала дұрыс ұйықтай алмай, түнімен жөтеліп шығады. Сондықтан уақытылы мұрнын тазалап тұру бала үшін де, сіздің де тыныштығыңыз үшін
Бұл зат өте маңызды. Ал сәбидің мұрнын қалай тазалау керек екенін келесі видеодан көре аласыз. Және де әрбір жаңа туған нәрестеде болу керек өзінің жататын жеке орны. Ол кровать. Люлька, кровать, манеж кровать немесе желбесік деген түрлері өте көп. Қайсысы болса да ересек адамдардан бөлек сәбидің өзіне сай жататын төсегі болуы керек. Қасында еміз жата беремін деген болмайды. Себебі сіз өзіңіз радоннан енді шығып, ұйқы режимі реттелмей, ұйқылы ояу болып, түнде сәбидің өміріне қауіпті жағдай туындауы мүмкін. Ол кіп-кішкентай, әлі аунайды алмайды. Тыныс жолдары жастық, пеленкамен жабылып қалуы да мүмкін. Сондықтан радоннан келген күннен бастап сәбиіңізді өзінің төсегінде жатқызған дұрыс. Бірінші балаңыздың қауіпсіздігі мақсатында және өзіңіз де еркін жатып ұйықтай бересіз. Қосымша тағы керек зат деп айтарым, ол қарапайым шезлонг. Қазір түрлері өте көп, өзі тербеліп тұратын, музыкасы қойылатын, пульті бар деген сияқты. Мен екі түрінде қолданып көрдім және ең пайдалы болғаны ешқандай қосымша функциясы жоқ, қарапайым ғана шезлонг. Себебі ол жеңіл және шағын болғандықтан бір бөлмеден басқа бөлмеге ауыстырып жүру оңай. Немесе өзіңіз шай ішіп отырғанда қасыңызға бөпені жатқызып қоясыз. Кейін қырқынан шыққанда ас үйде тамақ пісіріп жатып қасыңызға алып кеп қойып жұмысыңызды жасай беруге болады. Жеке өзіме күшті көмегі тиді. Дәрігер және де 3 баланың анасы ретінде осы 5 затты мен қажет деп таптым. Ал сіз бұл тізімге не қосар едіңіз, төменге комментарийға жаза кетіңіз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, комментарий қалдырыңыз.